Тіс дәрігеріне бару бүкіл отбасыңыздың ең қорқынышты түсіне айналады деп елестетіп көріңізші. Ал Брукхейвенде ойнау өміріңіздегі ең үлкен қажет. София бейне ойындарды өте жақсы көретін қарапайым қыз еді. Ол уақытының көп бөлігін інісі Джекпен бірге өткізетін, бірақ жаңа тіс дәрігеріне бір рет бару оның өмірін нағыз қорқынышқа айналдырды. Және оның денесінің ішінде не жасырылғанын ешқашан таба алмайсыз. Бәрі сейсенбінің қараңғы таңында басталды. Софияның азу тісі қатты ауырды. Анасы оны қаладағы жаңа клиникаға алып барды. Дәрігер доктор Смайл есімді ұзын бойлы адам еді. Оның емханасы тым таза әрі тым тыныш болды. Ешқандай музыка ойнамады және күту залында басқа адамдар болмады. Дәрігер Софияға үлкен, суық көздерімен қарады. Ол көп жымиды, бірақ оның күлкісі жасанды әрі қорқынышты көрінді. Ол қыздың анасына сыртта көлікте күтуді айтып, тісті емдеу үшін толық тыныштық керегенін жеткізді. Онымен жалғыз қалғанда София қатты қорықты. Дәрігер оның бетіне ауыр маска тағып, 10-ға дейін санауды бұйырды. Ол тез ұйықтап кетті. Оянған кезде аузы ауырлап, темірдің дәмі сезілді. Дәрігер қолын жуып жатып айнадан оған қарады да. Енді сен мінсізсің, София, деді. Содан кейін ол өте оғаш нәрсе айтып сыбырлады. Біз өте жақын арада көрсеміз. Ол дәрігердің не айтқысы келгенін түсінбеді, тек тезірек қашып кеткісі келді. Сол күні кешке олардың ата-анасы жұмыспен кеш қайтатын болды. София мен оның кішкентай інісі Джек үйде жалғыз қалды. Сыртта қатты жаңбыр жауып, терезелерді жел соғып тұрды. Олар қорқынышты дәрігерді ұмыту үшін Roblox ойнауды ұйғарып, экрандарынан Брукхейвенді ашты. Олар ойын ішінде қауіпсіз үй салғысы келді. Джек күліп, ойын кейіпкерімен жүгіріп жүрді. Олар үлкен виртуалды үй сатып алып, барлық есіктерді құлыптады. Олар ойында өздерін қауіпсіз сезінді. Бірақ олар нағыз қауіптің нақты өз үйлерінде, тіпті Софияның денесінде екенін білмеді. Кенеттен өте оғаш жағдай болды. София бұзылған радионың сығырына ұқсайтын бәсең, оғаш дыбыс естіді. Ол ауыр құлаққаптарын шешті, бірақ дыбыс басылмады. Қараңғы бөлмеге қарағанымен ештеңе көрмеді. Дыбыс тым жақыннан шығып тұрды, ол тікелей оның басының ішінен шығып жатқан еді. Ол аузын ашқанда дыбыс қаттырақ шықты, ол тура жаңа азу тісінен шығып тұрды. Ол ваннаның айнасына қарай жүгіріп, жарықты жақты. Аузын кең ашып, жаңа пломбаға қарады. Ол кәдімгі тіс сияқты ақ емес, күңгірт күміс түсті болды, және аузының түкпірінде кішкентай қызыл шам жыпылықтап тұрды. Бұл өте кішкентай микрофон мен шағын динамик еді. Ол өз көзіне өзі сенбеді. Біреу оның басына құрылғы орнатып қойған. Содан кейін сықырлаған дыбыс тоқтап, оның тісінен ер адамның дауысы шықты. Бұл тіс дәрігері еді. Ол бәсең, қорқынышты дауыспен. Үйде жалғыз екеніңді білемін, София. Ата-анаңның жоқ екенін білемін. Дәл қазір Брукхейвен ойнап отырғаныңды білемін, деді. Софияның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол тыныс ала алмады. Ол тісіндегі темірді жұлып алуға тырысты, бірақ қатты ауырғандықтан аузынан қан аға бастады. Ол бірден полицияға қоңырау шалу үшін телефонын алды, бірақ экранында байланыс жоқ деп шықты. Үй телефонына жүгірді, ол да істемей тұрды. Тіс дәрігері барлық қоңырауларды бұғатау үшін сыртта байланыс тұншықтырғышты, глушитель, қолданып тұрған еді. Кенет бүкіл үйдегі жарық сөніп, айнала тас түнек болды. Джек ойын бөлмесінде дауыстап жылай бастады. София қараңғыда Джекке жүгіріп барып, аузын басты. Ол қазір өте тыныш болу керектігін және тірі қалу үшін нағыз тығылмақ ойнау керектігін айтты. Ол терезе сыртынан көлік қозғалтқышының өшкенін естіді. Әйнектен қарап, жаңбыр астында ұзын қара көлікті көрді. Бұл доктор Смайл болатын. Ол қолына үлкен қара сөмке ұстап, қараңғы жаңбыр астында көліктен түсті. Ол енді мейірімді дәрігерге ұқсамайтын, олардың артынан келген зұлым құбыжық сияқты. Ол тура есікке келіп, оны кілтпен ашты. Ол үйдің кілтін қайдан алды? Ол емханада қыз ұйықтап жатқанда сөмкесінен ұрлап алған болуы керек. Бұл басынан бастап жасалған зұлымдық жоспар еді.
София мен Джек барынша тез әрі дыбыссыз жоғарғы қабатқа жүгірді. Олар ата-анасының жатын бөлмесіне кіріп, ауыр қысқы пальтолардың артына, үлкен шкафтың ішіне тығылды. Үйдің тыныш болғаны соншалық, тек жаңбырдың дыбысы ғана естілді. Содан кейін София оның ауыр, су етіктерінің ағаш баспалдақпен сатылап көтеріліп келе жатқанын естіді. Ол жоғары шығып келе жатты. Тісіндегі дауыс қайтадан сөйлей бастады. Ол басының ішінде қатты шығып, басын ауыртты. Ол: «Жүрегімнің соғысын естіп тұрмын, София. Мен сені алып кетуге келе жатырмын», деді. Ол қатты демалмау үшін аузын қос қолымен басты. Дәрігер жатын бөлменің есігін баяу ашып, қараңғы бөлмені қарап шықты да, тура шкафтың алдына келіп тоқтады. София көзін жұмып, оның қазір есікті ашып ұстап алатынын күтті. Бірақ сол сәтте дәрігердің телефоны қатты шырылдады. Ол тұтқаны көтеріп: «10 минутта жетемін. Маған алдымен қызды ұстап алу керек», деді. Ол бұрылып жатын бөлмеден шығып, төмен түсті және есіктің қатты жабылғаны естілді. София жеңілдеп тыныс алып, қауіп сейілді және ол шұғыл қоңыраудың кесірінен кетіп қалды деп ойлады. Бірақ ол қатты қателескен еді. Ол қараңғы шкафта 5 ұзақ минут күтті. Ол Джекке тығылып отыруды және қимылдамауды айтты. Кіреберіс есіктің шынымен құлыпталғанына көз жеткізу үшін ол баспалдақпен баяу төмен түсті. Бірақ қонақ бөлмеге жеткенде ешкім болмады, ал кіреберіс есік айқара ашық тұрды. Кенет қараңғы перденің артынан екі дәу қол оны қатты ұстап алды. Ол үйде мүлдем кетпеген еді. Есікті жабу, оны тығылған жерінен шығару үшін жасалған қулық болатын. Ол Софияны суық еденге қатты лақтырып жіберіп, жындыша күлді. Қара медициналық сөмкесінен үлкен, үшкір инені алып шықты. Ол оны ұйықтатып алып кету үшін екпе салғысы келді. София оның кеудесінен бар күшімен тепті, бірақ ол тым күшті еді. Ол қыздың қолынан ұстап, қорқынышты жасанды күлкісімен жымиды. Ол инені қолына енді кіргізе бергенде, кішкентай Джек баспалдақтан дәрігердің арқасына секіріп түсті. Джек бәрін көріп, әпкесін құтқарғысы келді. Ол дәрігердің басынан қатты пластикалық ойыншықпен ұрды. Дәрігер қатты ашуланып, Софияны тастай салып, кішкентай Джекті жейдесінен ұстап алды. София бар күшімен айқайлап, оны тоқтатуға тырысты, бірақ ұзын бойлы дәрігер Джекті тас қабырғаға қатты лақтырып жіберді. Джек басын тастарға ұрып, еденге құлады. Ол қимылсыз жатты және басынан қара қошқыл қан аға бастады. София қозғалыссыз жатқан Джекті көріп, жүрегінде лапылдаған отты сезді. Ол енді бұл құбыжықтан қорықпады, оның бойын ыза мен ашу кернеді. Дәрігер өткір инені қайтадан ұстап, Софияға бұрылды. Бетіндегі қанды сүртіп: «Енді сенің кезегің, кішкентай қыз», деді. Бірақ София сынған диванның жанынан жылтыраған бір нәрсені байқады. Бұл Джектің күн сайын таңертең аулада ойнайтын ауыр темір бейсбол таяғы еді. Ол өмірінде болмаған жылдамдықпен қимылдады. Суық темір таяқты ұстап тік тұрды. Дәрігер оның мойнынан ұстау үшін алға секірді. София ашулы денесін. Ол дәрігердің дәл самайынан ұрды. Қатты, қорқынышты сынық дыбысы шықты. Дәрігердің көздері айналып кетіп, ауыр құлаған ағаштай еденге етпетінен құлады. Ол есінен толық танып қалды. София бір секундта уақыт жоғалтпады. Таяқты тастай салып, тікелей дәрігерге жүгірді. Оның қалталарын тінтіп, қымбат телефонын тауып алды. Байланыс тұншықтырғыш оның жеке желісін бұғаттамаған еді. Ол полицияның шұғыл нөмірін теріп, үйге қаскөй кіріп кеткенін және інісі өлім аузында жатқанын айтып көмек сұрады. Телефонды лақтырып, Джекке жүгірді. Қанды тоқтату үшін оның басына қалың көрпені басып, көзін ашуын сұрап жылады. Небәрі 5 минуттан кейін бүкіл көше көк және қызыл жарықтарға толды. Полиция қаруларын кезеніп, есікті теуіп кірді. Олар дәрігерді еденнен көтеріп, ауыр кісен салды. Жедел жәрдем тобы үйге жүгіріп кіріп, Джекті тез алып шықты. Олар оның бетіне оттегі маскасын тағып, ауруханаға алып кетті. София аурухананың жарық күту залында отырды. Қолдары дірілдеп, үсті басы кепкен қанға малынған еді.
Кенет аурухананың есігі тез ашылып, жылап жан-жағына қараған ата-анасы жүгіріп кірді. Олар Софияны көріп қатты құшақтады, ал әкесі: "Құдайға шүкір, екеуің де амансыңдар" деп жылады. Нағыз аурухана дәрігері жансақтау бөлімінен шығып жылы жымиды да: "Джек өте мықты бала" деді. Ол Джектің көп қан жоғалтқанын, бірақ оның есін жиып, толықтай жазылып кететінін айтты. София көзін жұмып, осы түнде алғаш рет күлімсіреді. Көргендеріңізге рахмет, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.